Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Ташманова Дариға Тоқтарбайқызы. Бүгінгі қорғайтын авторлық бағдарламаның тақырыбы бастапқы оқыту кезіндегі жас жүргіштердің мүмкіндіктерін бағалау. Жүзуді үйрену балалардың дене және психологиялық дамуына әсер ететін маңызды процесс. Жазғы кез суда қауіпсіздік пен жүзу дағдыларын меңгерудің тиімді уақыты болып табылады. Сонымен қатар, бұл бағдарлама бастапқы кезеңдегі жүзгіштердің мүмкіндіктерін бағалап, тиімді әдістерді ұсынуға бағытталады. Бағдарламаның мақсаты балалардың жүзуге бейімділігін анықтау, жүзу үдерісін жекелей ұйымдастыру, жаттығулардың тиімділігін арттыру үшін дайындық деңгейін бағалау. Жас ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау критерийлерін құру, жаттығуларды орындау қабілеттіліктерін бақылау, дағдылардың қалыптасуын қадағалау, қауіпсіздік ережелерін меңгеру деңгейін бағалау. Бағалау критерийлеріне психологиялық дайындық, судан қорқу деңгейі жатады. Дене мүмкіндіктері ол әр оқушының, білім алушының тепе-теңдік сақтай алуы, дұрыс тыныс алып шығаруы, бұлшықет аяқ қолдарының дұрыс жұмыс істеуі жатады. Техникалық дағдыларға суға батпау, суда қалқу, қозғалысының аяқ қолдарының үйлесімділігі жатады. Коммуникативтік дағдыларына нұсқаушы жаттықтырушыны тыңдау, ережеге бағыну, қауіпсіздік техникасын сақтау жатады. Бағалау әдістері біріншіден ол бақылау. Сыртынан әр білім алушыны сырттан бақылаймыз. Одан кейін жеке тапсырмалар беріп, тест арқылы қандай мүмкіндіктерін біле аламыз. Қысқа жаттығулар арқылы тест бере аламыз. Қашықтыққа жүзу техникасын анықтау, сонымен қатар видеоға түсіріп, анализ талдау жасаймыз. Үйге тапсырма береміз, кері байланыс аламыз. Біз жаттығу кезінде қолданылатын құралдар, ол қалқу тақталары. Бұл жақсы жүзіп жүрген жүзгіштерде осы қалқу тақталарын қолданады. Себебі бұл бізге тепе-теңдікті, суда өзімізді тең дұрыс ұстауды, аяқ қолдарымыздың жұмысын бақылауға көп көмектеседі. Жаңадан үйреніп жүргендерге қолтық жастықшалары қолдануға болады. Бұл да жаңағы тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Одан кейін нудлс ол бізде көп адамдар судан қорқады, жата алмайтын адамдарға қолтықтың астынан жіберіп, көмек ретінде осындай құралдар қолданамыз. Тынысбек тексеру құралдары, бұл құрал суретте көп тұрғандарыңыздай үшінші түр, әр жүзгіштің өкпе көлеміне ауа сыйымдылығын тексереді. Кейбір адамдар ауаны көп ала алады, кейбіреулер жай ала алады. Соны осы жаттығу арқылы өкпе сыйымдылығын үлкейтуге болады. Одан кейін бақылау картасы, әр жүзгіштің жеке бақылау картасы болады. Басында қандай болды, 10 шақты жаттығудан кейін қанша болды. Негізі оқыту курсы бойынша балалар үшін 72 сағат болып саналады. Жүзгіштерді топтастыру, біз үш деңгейге топтастырамыз. Бірінші, ол бастапқы деңгей, бассейннің шеткі жақтарында жүзеді. Одан кейін орта деңгей, судың бетінде жата алатын, тұра алатын, қалқуды меңгерген жаңағы жүзгіштер жатады. Одан кейін үшіншісіне ілгері деңгей, ол жақсы техниканы меңгеріп жүзіп жүрген